Сәлем достар, Наурыз мейрамы құтты болсын. Бүгін Наурыз көже жасайтын боламыз. Ең алдымен тұздалған ет пен қазыны суға салып, 2,5 сағат қайнатып аламыз. Перловканы суға салып, жартылай піскенше қайнатамыз. Күрішке ыстық су құйып, 2 сағатқа қойып қоямыз. Тарыға да дәл солай ыстық су құйып, 2 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. 2,5 сағат өткеннен кейін етті алып, сорпаны сүземіз. Қайнап тұрған сорпаға перловка, тары және күрішті қосып 15-20 минут қайнатамыз. Ет пен қазыны видеода көрсетілгендей ұсақтап турап аламыз. Дайын сорпаға туралған етті қосамыз. Қайнатылған құрт және айран қосып араластырамыз. Наурыз көже дайын, астарыңыз дәмді болсын.